Спорт жаңалықтарына ойыссақ, 16 елдің үздіктері Алматыда бас қосты. Бұнда үстел теннисінен жас өспірімдер арасындағы халықаралық турнир басталды. Оған 16 елден 230-дан аса спортшы қатысады. Жарыс 5 жас деңгей бойынша өтеді. Жекелей және жұптық сындар бойынша медальдар сарапқа салынады. Отандық спортқа қатысты өзге жаңалықтармен әріптесім Аслан Қаженов таныстыратын болады. Аслан, қайырлы таң, сөз өзіңізде. Қайырлы таң, Марал, рахмет. Алдағы минуттарда жалғастырамын. Астана өз алаңында Зимбруды қабылдайды. Бүгін футболдан Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңі аясында қазақстандық және молдовалық клубтар жолығады. Айта кету керек, бұл іріктеу кезеңінің екінші айналымы. Қос командада қазір елордада матч алдындағы дайындықты пысықтап жатыр. Астана аренада болатын кездесуде жергілікті команда сөзсіз фаворит саналады. Футбол жанкүйерлері де, футбол мамандары да Астанадан жеңіс күтіп отыр. Өйткені қазақстандық клубтың Еурокубоктардағы тәжірибесі жоғары. Оның үстіне қазір Қазақстан чемпионатында жақсы ойнап, турнир тізімінде топ бастап тұр. Мәселен, соңғы матчта Тұран командасын 7-0 есебімен жеңді. Енді осы қарқынмен алдағы ойында да айқын басымдық танытуы қажет. Бұл жауапкершілікті футболшылар жақсы түсініп тұр. Және аталмыш мүмкіндікті максималды пайдаланамыз деді команда капитаны Абзал Бейсебеков арнайы баспасөз мәслихатында. Айта кетейік, бүгін жергілікті уақытпен 19:00-де қос команда арасындағы алғашқы матч басталады, ал қарымта матч 31 шілдеде Кишинев қаласында болады. Ойынға 100% дайынбыз деп сенімді айта аламын. Өзіміздің алаңда өзіміздің жанкүйерлерді қуантуға тырысамыз. Келіңіздер, қолдау көрсетіңіздер. Енді сезіну жағынан баяғыдай, сол 10 жыл бұрын қалай болды, солай. Енді әр жыл сайын лигада Астана өнер көрсетқаннан кейін біз енді қолымыздан келгенше бүкіл күшіміз салып, осы лигада жақсы нәтиже көрсетуге тырысамыз. Ертеңгі ойынға 100% дайынбыз деп айттым уже. Құдай қаласа жақсы нәтиже болады деп ойлаймын. Ұлттық құрама қалайда әлем чемпионатына шығуы керек. Бұл жөнінде Қазақстан футбол федерациясының бас хатшысы Давид Лория мәлімдеді. Оның айтуынша қазір отандық футболды дамыту бағытында кешенді жұмыстар қолға алынды. Ұлттық құраманың басы қасындағы мамандар да жауапкершілікті жақсы түсінеді. Сондықтан олардың алдына қалайда Еуропа чемпионатына не әлем чемпионатына шығу жөнінде тапсырма қоямыз деді Давид Лория Спорт Пульс YouTube арнасына берген сұхбатында. Ал федерацияның қазіргі басшылығы өз тарапынан олардың, яғни бапкерлердің біліктілігін жетілдіруге және спортшыларға қажетті жағдай жасауға барын салмақ. Бұған қоса Лория ұлттық команданың жас ойыншылармен толығып жатқандығын алға тартты. Бұл факторда жоғарыдағы мақсатқа жетуде негізгі рөлді атқарады деп сөзін түйді. Ұлттық құрамаға жаңа есімдер келіп жатыр. Әсіресе 16 жастағы Дастан Сәтбаевтың қосылуы үлкен үміт сыйлайды. Одан басқа да жас жігіттер бар. Тағы бір айта кетерлігі, қазір алыс жақын шетелдерде доп тебетін қазақ жігіттері көбейіп келеді. Осының барлығын негізге ала отырып, алдағы әлеуетіміз жоғары екенін айтқым келеді. Сондықтан іріктеу кезеңіндегі әр матчта барымызды салып, мүмкіндікті жіберіп алмауға тырысамыз. Қалайда Еуропа чемпионатына не әлем чемпионатына шығу жөнінде тапсырма қоямыз. Қоржынымызға қос қола түсті. Германияның Рейн-Рур қаласында студенттер арасындағы дүниежүзілік дода жалғасып жатыр. Жарыстың кезекті күні дзюдо бойынша медальдар сарапқа салынды. Оған 60 елден 400-ге жуық спортшы қатысқан болатын. Араларында қазақ қыз-жігіттері де бар. Жазғы универсиадаға бас аяғы 13 дзюдошымыз аттанды. Оның ішінде Аман Бақытжан мен Нұрғанат Серікбаев жүлдеге ілікті. Аман 60 келіде, Нұрғанат 66 келіде үздік үштікті түйіндеді. Айта кетейік, бұған дейін көркем гимнастика және таеквондо бойынша спортшыларымыз жеңіс тұғырына көтерілген еді. Қазақстан құрамасы бүгінге дейін 11 медаль жеңіп алды. Оның біреуі алтын, қалғаны қола. Соның арқасында жалпы командалық есепте 23-ші сатыда тұрмыз. Топ басында ақш командасы, одан кейін Қытай және Оңтүстік Корея құрамалары келеді. Қоржынымыздағы медальдар саны тағы да арта түсуі мүмкін. Рейн-Рур қаласындағы жазғы универсиада 27 шілдеге дейін жалғасады. Марал, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Аслан. Жаңа айтып жатырсыз ғой, универсиада жайында. 23-ші сатыда тұрмыз екеміз командалық есеп бойынша. Енді 27-сіне дейін жарыс жалғасатын болса, алда тағы да қандай жарыс түрлерінен біздің команда қатысады, медаль ала аламыз ба, мамандар не деп жатыр, бұл қандай. Жалпы осы жылы мысалы неше дедіңіз жаңа? 11 медаль жеңіп алыппыз, иә? Осыған дейінгі көрсеткіштер қандай еді?
Негізі Қазақстан универсиада тұрақты өтеді ғой, сол кезде осы 1-2 алтын жеңіп алады. Тағы да тұрақты нәтиже. Жалпы универсиада деген бұл студенттер арасындағы жарыс. Бұл анау спорттан гөрі жалпы біздің мысалы туризм және спорт министрлігі емес, оны оқу ағарту министрлігі осы жетекшілік етеді. Жалпы студенттердің арасындағы енді шеберлікті шыңдау жарыстан гөрі фестиваль десе болады. Және бүкіл әлем өзінің сол студенттерін алып келеді осы жарысқа. Бірақ бәсекелестік байқаймыз жоғары. Таеквондодан біз жалғыз алтынды жеңіп алдық. Кеше Самирхан Абабекиров есімді ұлттық құраманың өкілі. Мысалы таеквондо құрамасы Есбол Сұлтанов жетекшілік ететін. Кеше сұхбатын тыңдадым. Олар бұл жарыста универсиаданы алдағы әлем чемпионатына дайындық ретінде қарайды. Мысалы приоритет, басымдық әлем чемпионатына күзде өтетін және осындай жарыстар шеберлік шыңдауға, тәжірибені толыстыруға қажет деген сияқты пікірін білдірді. Басқа спорт түрлерінде де сондай көзқарас. Бұл жерде міндетті түрде алтын алуымыз керек, міндетті түрде топ басына шығуымыз керек деген мақсат жоқ. Менің түсінігім бойынша осы ұлттық құраманың өкілдерін және шеберлігін шыңдауға және жаңа есімдер, жас спортшылар бар, олар мына кәсіпқой спортта өздерін көрсете алмауы мүмкін, бірақ осы универсиадада өзімен қатарлас, өзімен шамалас қыздар мен жігіттермен жарысып, енді белгілі бір жетістікке жете алады.